Ойға қанат, сөзге нәр беретін Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің барлық жанрларында қалам тартқан елеулі әмбебаптарын. Жастайынан шығармашылыққа қызыққан Ілияс ауыл молдасынан білім алып, Алматы, Ташкент, Мәскеу қалаларында оқуын жалғастырады. Ол жерде оқу орындарында қазақша, орысша білім алып, өзінің аз уақыт қыса ішінде өзінің оқыған қатарластарының алдынан бір қатар деңгейде жоғары білім алып, шығармашылығын 1928 жылы 34 жасында жалғастырады. Ең алғашқы проза, драма саласында өзінің шығармаларын халық аузына, ел аузына шығарып, атағы көкке езгіледі. Күй-күйші, құлагер демекші Ілияс Жансүгіров жастайынан қызыққандықтан ауыл молдасының білім алушы, оқушы болғанда боз бала кезінде өзінің қайғы-мұңын, осы халыққа деген өзінің қайғы-мұңдарын проза, поэзия бетіне бейнелеп кеткен. Ілияс поэзия ойға қанат, сөзге нәр беретін Ілияс өзінің фольклор дәстүрінен аз уақыт ішінде біршама өзінің жетістіктерін жетіп, Ілияс бетті деген атқа ие болады. Ілияс Жансүгіров ақын, драмашы, прозашы. Оның поэзиясы ұлттық әдебиеттің классикалық байлықтарының қатарына жатады. Ақынның терең идеялық, көркем мүсінді, эпикалық кеңтыныстағы шығармаларының тәрбиелік мәні зор. Ол қалың оқырманның ойына ой, сезіміне сезім қосып, эстетикалық ләззат беріп, гуманистік адамгершілік идеяларды толғайды. Ілияс Жансүгіров 1894 жылы бұрынғы Қапал уезі Ақсу облысында, яғни қазіргі Талдықорған облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Ескіше хаттанып, шығатай тілдеріндегі кітаптарды оқитын, көз ашық, көкірегі ояу, өнерлі ұстаз Жансүгіров ол анасының ерте айырылған Ілиясты жетімсіретпей, жақсы үлгі өнеге көрсетіп, жастайынан тәрбиелеп шығарады. Халқымыздың құт-береке дарыған, ежелден ақылдық, батырлық, даналық мекені Жетісу өлкесінің перзенті Ілияс. Оның жастайынан жүрегіне өлең мен жыр, ән мен жырдың, күйдің небір нұсқалары ұялаған. Өз үйінде әкесіне хаттанып, кейін ауыл молдасынан хаттаниды. Қарағаш деген жерде татарша білім алып, көптеген пәндерден сабақ алады. Кейін тұрмыстық жағдайға байланысты күрбелең шаруаға араласып кетеді. Жастық қиялына байланысты табиғатқа қарап, аузына ұйқасы сөздер келіп өлең шығара бастайды. Кейін 1920 жылы Ілияс Алматыға келіп, мұғалімдік 3 айлық оқуын оқиды. Кейін Ташкенттегі Қазақ ағарту институтының жанындағы қысқа мерзімді 5 айлық мұғалімдік оқуын оқып бітіреді. Бірақ денсаулығына байланысты ауылына қайтадан қайтуға мәжбүр болады. Ілияс халық фольклоры дәстүрінен аз оқумен және біршама кешірек 20-шы жылдың басында келді. Бірақ ол сол кездің өзінде халық өмірін жетік білген және де қазақ тілінің байлығын тамаша меңгерген бозбала еді. Мәскеу, Ташкент, Алматы қаласында жақсы мағынада қомағайлықпен білім алып, өз бетімен де көп оқып, тамаша туындыларын орыс тілден қазақшаға аударған. Алғашқы жинағы 1928 жылы 34 жасында жарық көрген Ілияс 5-6 жылдың ішінде өз ортасынан арандап озып, Абайдан кейінгі дәуірдің аса көрнекті ақынына айналды. Прозалық және драматургиялық кесек шығармаларын айтқанда, күй-күйші, құлагер сияқты классикалық шығармаларын тудырды. Ілияс поэзиясы ойға қанат, сезімге нәр беретін, ешқашан ескірмейтін мәңгі жас поэзия. Ақын балаларға арналған өлеңдерінде танымдық, тәрбиелік, білімдік мәніне баса назар аударады. Әндетіп, өлеңдетіп, тербете тәрбиелеу арқылы баланы бесіктен тәрбиелеп, адамгершілікке, анаға деген мейірімділік, жағымды мінез-құлыққа тәрбиелеуді көздегенін оның әрбір шығармасынан көруге болады. Ән мен жырға, күбірлеген күйге арналған өлеңдерінде аса бір екпінді, желдірме, эстетикалық сұлулық және сонымен қатар оңай әнге қосуға ыңғайлы болып келеді. Ілиясты еске алғанда есімізге бірден құлагер поэмасы келеді. Басқа ақындарға қарағанда Ілиястың тақырыбы, шығармалары өзгеше. Әсіресе әрбір құбылысты көркемдеп, жан бітіре суреттейтін Ілияс халық арасында өте үлкен құрметке ие. Ақсу өлкесінен түлеп ұшқан ақын өз елі үшін аянып қалған жоқ. Әсіресе өз туған өлкесін көркемдеп, оны суреттеп, жылға қосуға келгенде алдына жан салған емес.
Ильястың шығармалары кейінгі ұрпаққа үлгі боларлық, тәрбиелілігі мол. Оның шығармаларын оқу арқылы кеудемізге патриоттық сезім ұялайды. Әрбір шығармасында адалдық, мейірімділік, сатқындық һәм зұлымдық арпалысқа түседі. Халық Ильястың еңбектерін ешқашан ұмытпайды және есінде сақтайды. Қорыта келгенде қоғам қайраткері, дарын иесі Ильяс Жансүгіровтің халық үшін аз ғана ғұмырында жасаған еңбектері әрқашан есімізде болмақ. Сондықтан да Ильясты жан-жақты зерттеу қазіргі ұрпақтың да, келер ұрпақтың да маңызды міндеті болып табылады. Ильяс Жансүгіровті халық мәңгілік есінде және көңілінде сақтайды. Ильяс Жансүгіров аса ірі талант иесі. Ол қазақ әдебиетінің барлық жанрында үлкен еңбек еткен және қазақ әдебиетінің негізін салушы болып саналады. Әсіресе оның ақындық еңбегі өте зор. Ильяс Жансүгіров жазушы болған 20 жылдың ішінде осы қазақ әдебиетінің алғашқы кезеңдерімен тұспа-тұс болып келеді. Яғни Ильяс атамыз осы қазақ әдебиетінен бірге шығып, бірге жарық көріп, бірге жараса өмір сүріп келе жатыр. Сондықтан өзі негізін салысқан жас әдебиеттің табыстары мен жетістіктері Ильясқа ортақ. Және оның әрқайсысында Ильястың өзінің бір ерекше еңбегі бар, үлесі бар. Күннен күнге, жылдан жылға үздіксіз өсіп жетіліп келген осы әдебиеттің алдында тұрған маңызды мәселелер мен міндеттері Ильяс шығармашылығына да тән. Сондай-ақ Ильяс поэзиясына тән ерекше қасиеттер мен сипаттар қазақ поэзиясына да жат емес. Сонымен бірге Ильястың ақындық қуатына, ерекшелігіне айрықша тоқтау қажет. Мұнда айтарлық жайттар көп. Жүйрікте асқақ Ильяс Жансүгіровтің ең алғаш әдебиетке қадам басқаны үзіп жалққан оқыған, ортадан төмен білім алған ауылдан ересек жігіт болып өсіп шыққан болатын. Оның бойындағы бар қаруы ана тілі, ауыз әдебиеті, Абай мен Ыбырайдың, Махамбет пен Шернияздың, Сұлтан Махмұт пен Төлетаевтың өлеңдері болған болатын. Тәуелді жылдардың тәртіпті тіршілігі жас мұғалімді өз толқынына тартады. Қазақ ағарту комитетінде Жетісу облысының Қосшы комитетінің губерниялық оқу бөлімінде тілші газетінің редакциясында жұмыс атқарып, экспедицияға шығып, фольклорлық үлгілерді жинау, ауылдан келген жас мұғалімді ширатып шыңдай түседі. Жас мұғалім қалған бос уақытын кітаптарды оқуға, газет-журналдарды оқуға және де ішіндегі жаздырын қағаз бетіне түсіруге арнаған болатын. Оның ең алғашқы өлең жинағы 1927 жылы жарық көрді, Бекашар атты, ал 1928 жылы Сағанақ атты кітап жарық көрген болатын. 1927-1937 жылдар аралығында 20-ға жуық кітап жазып, әдеби мол мұра қосқан болатын. Осы оның лирикалық шығармаларына келетін болсақ, Дала, Күйші, Құлагер және Жолдастар романы, Күй, Түркісі, Кек, Исатай Махамбет атты пьесаларда жарық көрген болатын. 10 жылдың ішінде өте көптеген өлмес туындылар жазып шығарды. 1928 жылы журналистика институтын бітіріп елге оралған Ильяс атамыз қазақ баспасөзіне өте көп үлесін қосқан болатын. 1934-1935 жылдар аралығында қазақ әдебиетінің поэзия бөлімін басқарды және жазушылар съезінің бірінші съезінде сөз сөйлеген болатын. Ол тек қана өлең шығарма жазып қана қоймай, Қазақстанның әлеуметтік өміріне де белсене атсалысқан болатын. Дәл осы қазақ поэзиясының өлмес туындылар қалдырған құлагері деп аталып кеткен Ильяс атамыз кесапат кесел репрессияға ұшырап 1938 жылы опат болды. Ойға қанат, сөзге нәр беретін Ильяс Жансүгіров қазақ әдебиетінің барлық жанрларында қалам тартқан елеулі әмбебаптарын, жастайынан шығармашылыққа қызыққан Ильяс ауыл молдасынан білім алып, Алматы, Ташкент, Мәскеу қалаларында оқуын жалғастырады. Ол жерде оқу орындарында қазақша, орысша білім алып, өзінің аз уақыт қысқа ішінде өзінің оқыған қатарластарының алдынан бір қатар деңгейде жоғары білім алып, шығармашылығын 1928 жылы 34 жасында жалғастырады. Ең алғашқы проза, драма саласында өзінің шығармаларын халық аузына, ел аузына шығарып, атағы көпке езгіледі. Күйші, құлагер демекші Ильяс Жансүгіров жастайынан қызыққандықтан ауыл молдасының білім алушы, оқушы болғанда боз бала кезінде өзінің қайғы-мұңын, осы халыққа деген өзінің қайғы-мұңдарын проза, поэзия бетіне бейнелеп кеткен. Ильяс поэзия ойға қанат, сөзге нәр беретін Ильяс өзінің фольклор дәстүріне аз уақыт ішінде біршама өзінің жетістіктерін жетіп,
ілияс бетті деген атқа ие болады.